Алматы қаласы, Наурызбай ауданы, нөмірі 174 мектеп-гимназия. Математика пәні, 114 сабақ. Сабақтың тақырыбы құрама есептер. Сабақтың мақсаты есептерге талдау жүргізіп, оларды шығаруды үйренемін. Түсіндірме жұмысы. Есте сақта. Қанша есе артық, қанша есе кем сұрақтары қойылған еселік салыстыруға берілген есептерді үлкен санды кіші санға бөлу керек. Қанша кем, қанша артық сұрақтары қойылған салыстыруға берілген есептерге үлкен саннан кіші санды азайту керек. Оқушыларға тапсырма. Бірінші тапсырма. Есептерді шығар, кері есептер құрастырып, оларды шығар. Есептің берілгені. Астананы көру үшін әрқайсында 8 баладан 3 топ және 6 мұғалім келді. Астанаға балаларға қарағанда мұғалімдер неше есе кем келді? Енді суретке қарайық. Әр топта балалар нешеу және неше топ? Не істеуге болады? Ойланамыз. 3 топты қосқан ыңғайлы ма, әлде бала санына 3-ті көбейткен ыңғайлы ма? Мұғалімдер қанша? Сызбаға қарап, есептің шартын құрастырамыз. Қанша есе кем деп тұр. Яғни, үлкен санға кіші санды бөлеміз. Ал балалар, келесі есепті қалай шығарамыз? Суретке қараймыз, не істеу керек екенін ойланамыз, және бұл керек екенін біліп аламыз. Сызбаға қарап, есептің шартын құрастырып аламыз. Шешуін және жауабын жазамыз. Екінші тапсырма. Есептер бойынша өрнектер құрастырып. Балалар, бұл жерде есептің шартын құрмаймыз, тек қана өрнек түрінде ғана жазамыз. Үлгермеген жағдайда бейнебаянды үзіліске қойып қоямыз. Үшінші тапсырма. Есептерді шығар. Есептің берілгенін оқиық. Астанадағы саябаққа әрқайсына 8-ден 3 қатар қайың және әрқайсына 4-тен 2 қатар шырша көшеттері отырғызылды. Қандай көшеттер артық және неше есе артық отырғызылды? Балалар, суретке қараймыз. Ағаштардың түрін анықтаймыз. Шырша қанша қатар? Әр қатарда қаншадан? Қайың қанша қатар? Әр қатарда қанша ағаштан? Ал енді балалар, қалай ойлайсыңдар? Қосқан оңай ма, әлде көбейткен оңай ма? Сызбаға қарап, есептің шартын құрастырамыз. Шешуін және жауабын жазамыз. Балалар, суретке назар аударыңдар. Ағаштардың түрін анықтап алыңдар. Шырша қанша қатар және қанша шыршадан? Қайың қанша қатар және қанша қайыңнан?
нені табуымыз керекпіз? Алдымен балалар, суреттегі балаларға ат. Одан кейін өрнекті мәнін табайық. Өрнекті мәнін тапқан кезде қай бала, қай қалаға барғаны белгілі болады. Сызбаға қарап, есептің шартын құрастырамыз. Шешуін және жауабын жазамыз. Есептің шартын оқиық. Топ серуенге 24 қыз, ал олардан 3 есе кем ұлдар барды. Топ серуенге барлығы неше бала барды? Яғни балалар, біз алдымен ұлдардың санын тауып аламыз. Одан кейін барлығы қанша бала барғанын табамыз. Алдымен балалар, суреттегі балаларға ат. Одан кейін өрнекті мәнін табайық. Өрнекті мәнін тапқан кезде қай бала, қай қалаға барғаны белгілі болады. Сызбаға қарап, есептің шартын құрастырамыз, шешуін және жауабын жазамыз. Келесі есеп. Көрме залында әрқайсына 8-ден 4 қатар сурет ілініп тұр. Оның 11 суреті алынды. Неше сурет қалды? Балалар, ал енді суретке қараймыз. Неше қатар? Әр қатарда неше суреттен? Барлығын табу үшін не істеуіміз керекпіз? Және одан қанша суретті аламыз? Неше сурет қалады? Төртінші тапсырма. Сандарды қалай жылдам қосуға болады? Бір қосу, 2 қосу, 3 қосу, 4 қосу, 5 қосу, 6 қосу, 7 қосу, 8 қосу, 9. Ал енді осы мысалды қалай жылдам қосуға болады? Қараймыз. 1-ге 9-ды қоссақ неше болады? 10. 2-ге 8-ді қоссақ 10. 3-ге 7-ні қоссақ 10. 4-ге 6-ны қоссақ 10. Жылдам қоса аламыз ба? Әрине қоса аламыз. Бізде 4 10 шықты. 4 10-ды не істеуге болады? Қосуға да болады, көбейтуге де болады. 40 шығады. Ал сол 40-қа 5-ті не істейміз? Қосамыз. Сонда 45 шықты. Бұл бірліктер. Ал енді ондықтарды өзіміз шығарамыз. Келесі тапсырма. Кесте бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. Яғни балалар, кестеде 4 нұсқа бар. А, Ә, Б, В нұсқасы. Осы кестеге қарап отырып, есеп құрастырамыз. Есепті міндетті түрде шартын жазамыз. Оларды шығарамыз. Үлгермеген жағдайда бейнебаянды үзіліске қойып қоямыз. Бейнебаянды дайындаған бастауыш сынып мұғалімі Нұргүл Сембек. Сау болыңдар балалар, келесі сабақта кездескенше.